Қарақалпақ өлкесі көззал табиаты, илахи намлары менен бірге туылған жерін, отан сүйіспеншілігін жырлаушы, дөретуші тұлғалардың да туылған маканы. Көркемөнер бойынша достым Айымхан Шамұратованың артықмаш шеберлігі мені терең қызықтырады. Ол шынында да жағымлы дауыслы, нәзік көркем өнерді иелеген халық қосықларының жанына терең кіре білетұғын қосықшы. Халық сондықтан да оны жақсы көреді. Халима Насырова. Бұл фильм бұрынғы аухам, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисткасы Айымхан Шамұратованың 100 жылдық юбилейіне бағышланады. Айымхан Шамұратова 1917 жылы Қанлыкөл Елата тарапында дүнияға келеді. Балалығынан ақ Айымхан теңлеслері арасынан өзінің шоқлығы, қайсарлығы һәм қызығушылығы менен ажыралып тұратұғын еді. Айымханның әкесі Тұрымбай ауыл арасында той мерекелерде халық қосықларын айтып жүрген бақсы болған. Соған қарағанда Айымханның көркем өнерге болған зеректілігі әкесінен өткен. Ол бірінші мәрте Арухан қосығын атқаруы арқалы таныла баслады. Жас Айымханның көркем өнерге, әсіресе қосық айтуға болған ықыласын Абдыраман Өтепов байқап қалады. Һәм оны Таң нұры труппасына мұрат етеді. Таң нұры труппасының шөлкемлестірілуі Қарақалпақстанда ағартушылық һәм көркем өнер тарауындағы үлкен тарихи уақиғалар қатарынан орын алды. Дәслеп аз санлы қызығушылардан түзілген труппа соңынан һәр тәріплеме жетілісіп, оның текарында халық театры, ал бүгінгі ғаресізлік дәуіріне келіп, академиялық театр дәрежесіне жетті. Бір 1934 жылы Төрткүл халық театры мемлекеттік театр болып қалыптескені менен, оның жұмыслары жүдә қиын жағдайларда өткен. Театрға арналған арнаулы имараттың болмауына байланысты, оның жұмыслары районлық клубта, тамашалар болса адамлардың кеңірек жайларында көрсетілген. Электр тогының болмауы себеплі сахна апуайы үй панслары, шыралар менен жақтыландырылған. Тұрақ жайлардың жетіспеушілігінен артистлер театрдың бір қуысында, ямаса кірейде тұрып дөретушілікпенен шұғыланған. Ал спектакльлерге керек костюмларды, бұйымларды, труппа ағзалары үйме-үй жүріп, бардамлы қожалықлардан сорап алып, пайдаланып тұрған. Соған қарамастан, театрдың репертуары күннен күнге байып, актерлардың шеберліклері менен тәжірибелерінің өсуі арқасында, халық арасында театрдың абыройы артып барған. Сол жыллардан баслап, Қарақалпақ мемлекеттік театры талантлы драматурглар, шебер актерлар менен толса баслайды. Юлдаш Шарипов, Садулла Жұманиязов, Алтын Сабирова, Еркінай Бекжанова, Пашша Дәулетова һәм тағы басқа да талант иелері театр жамаатіне келіп қосылады. Сейфулғабит Мажитовтың Бағдагүл пьесасындағы Бағдагүлдің рөлін шебер атқарып шыққан Айымханның халық арасындағы абыройы бұрынғыдан да бетер көтеріліп кетеді. Һәм ол қай жерге бармасын, адамлар Айымханды «Хау, Бағдагүл келді» деп қуанысып, күтіп алатұғын болған.
Сол жыллардан баслап Айымхан Шамұратова Қарақалпақстан сахнасының жұлдызына айланды. 1936 жылдан баслап Айымхан Шамұратованың көплеген қосықлары пластинкаларға жазып алына баслайды. Атап айтқанда Бозатау, Шымбай намасы, Ақсүңгіл, Қызлар үйге кір һәм тағы басқа да. Ұрыс жылларында тылда минет істеп жүрген халықтың рухын көтеру мақсатында театр жамааты ұзақ ауылларға барып спектакльдер көрсеткен. Олар қыстың қаһаман суығы менен жаздың жазирама ысылығына, қала берсе көліктің жетіспеуіне қарамастан жүклерін арбаға тиеп, өзлері жаяу жүріп, халықтың кейпиятын көтеру үшін қызмет еткен. Ал 1942 жылы театр жамааты Нәжім Дауқараевтың тіккелей басшылығы астында Алпамыс пьесасын Қарақалпақстан театр сахнасында бірінші мәрте қоюға еріскен. Бұл милли шығарманың сахналастырылуы Қарақалпақстан көркем өнері тарауында үлкен тарихи уақия болды. 1947 жылы Ташкентте өткерілген Орта Азия һәм Қазақстан Республикалары көркем өнері фестивалына қатынасулары нәтижесінде Айымхан Шамұратованың атқарушылық шеберліктерінің өрісі кеңейе баслайды. Ал 1957 һәм 1963 жыллары Ташкент қаласында Қарақалпақстан әдебиеті һәм мәдениеті күндері өткеріледі. Ол жерде Қарақалпақстан көркем өнер шеберлері тарапынан Сүймегенге сүйкенбе, Ғаріп ашық, Раушан, Жарлылық айып емес, Айгүл абад, Гуман спектакльдері менен бір қатарда үлкен концерт бағдарламасы көрсетіледі. Спектакльдерде ойнаған рөллерінен басқа Айымхан Шамұратова Қарақалпақ халық қосықларын атқарып, тамашагөйлерді қош ауаз қосықшы сыпатында да таң қалдырды. Айымхан Шамұратова театр сахнасында бір-біріне ұсамаған бейтакрар образлар төретті. Оның сахнадағы минетлері іссіз кетпеді. Үкіметіміз тарапынан атақлар, жоғары сыйлықтар алуға миясар болды.
1999 жылы Амет Шамратов пенен Айымхан Шамратовалардың перзентлері тарапынан Қарақалпақстанда біріншілерден болып үй музейі шөлкелместіріледі. Музейде тек қана Амет һәм Айымхан Шамратовалар хақында емес, бәлкі өткен асырдың 30 һәм 80 жыллар аралығындағы Қарақалпақстанда мәдениет һәм көркем өнердің қалыптасу һәм рауыжлану жолларының сәулеленгенлігінің гуасы боламыз. 2004 жылы Айымхан Шамратова президентіміз тарапынан бүйік қызметлері үшін орденімен сыйлықталды. Қайғыдан қамыққан жаудыр көз едің, қоңыратлы қарапайым қыз едің, арман аспанында бір жұлдыз едің, таң шоқласыменен тудың Айымхан.